О, Кози. Эйзи не үшін топтан кетті? 91 ғой, 91. 91. Иә. Сендер? Альфа. Альфа. Просто бәрін примерно бір дейсіңдер да андай. Білмей жатырмын кішкене. Бірақ сонда да не үшін кетті Эйзи? Мен қайдан білемін, братан. Жоқ, андай араласып, интерес Жоқ, араласпай. Группалар, WhatsApp-тан, шашпайтындар деген группалар жоқ па? Жоқ, ондай жоқ. Қызық. Қызық сұрақ енді. Қыздармен бірге топта ән айтқан ыңғайсыз емес пе? Мысалы? Мысалы, NBA, I деген. Ыңғайсыз емес пе? Олар қыздар ма? Жігіттер получается. Просто түрлерін көріп шатасың. Әдемі жігіттер біз. Әдемі жігіттер. Әдемі жігіттер. Уход жасайтын шығар, иә, беттеріне. Солай шығар. Мен де уход жасаймын. Да. Мысалы? Менде не ғой? Дегтярное мыло дейтін білесің ба? Иісі жақсы. Свежий. Кози. Аха. Кози, иә, есім? Негізі Тілеужан ғой. Тілеужан? Иә, Тілеужан. Альфа тобы. Рэпер. Тілеужан? Сенің атын Тілеужан ба? Иә, Кози лақап ғой. NB, хотя бы NB шығар? Жоқ, Нұрлыбек. Нұрлыбек? Абу ше, Абу. Абулхайыр. Абулхайыр? Ай деген Ақжол. Ақжол. Иә. Абулхайыр, Тілеужан, Нұрлыбек. Альфа. Өтіріп алдып отқан жоқсың ба? Жүрсің. Бүгін бізде қонақта Альфа тобының әншісі Тілеужан Таскескеннің тумасы, Сүйкім Сторис сериалының белді актері. Қош келдің, Тілеужан. Рахмет, қош көрдік. Тілеужан, сен қызың бар ма? Менің бе? Иә. Айта алмаймын. Ой, айта алмаймын. Айтсайшы. Хотя бы құлағым айт. Айтпаймын ешкімге. Да, точно ма? Точно. Айтасың ба? Айтайын. Айнам көз дейді. Өтірік айтады. Айнам көз деген қызы бар екен. Айтпаймын дедің ғой. Айтпаймын дедің ғой. Жарайды. Жалғасайықшы. Көбісі айтып жатыр комментарийлерде. Ең IQ төмен сіз екенсіз группада. Да? Сөйтей ма? Комментарийлер. Соны тексеріп көрейік. Жарайды. 5 қосу 5. Иә? 5 қосу 5 плюс 2. Қанша болады? 12. Қанша? 12. 12. Иә, 12. Дұрыс. Так. Вроде нормально сияқты IQ-ң. 12 дұрыс таптың. Дұрыс па? Рахмет. Иә. Тілеужан, сен артыңнан жүгіретін қыздар көп екен. Алдыңнан жүгіретін қыздарға қайтпек керек.
Бірдеңе істейді жатсың ба? Жоқ. Игра в кальмары 3-ші сезон көрдің ба? Жоқ. Көрмешсің ба? Бір мен екісін көргем, үшін әлі көрген жоқпын. Бір мен 2-ші сезонда бар ма не ода? Кетші. 3-ші сезон. Өзі 3 ағады, 1 ағайды ғой 3-ші сезон. Бір мен 2-де шығып, неме түсініксіз қылып жіберген қазір өзі. Енді мен 1 мен 2-ні көру керекпін ба? Жоқ, негізі бірді бірінші көресің, 2, сосын 3 қой негізі ше осы. Жоқ, тоқташы. 1-ші сезон 1-ші шықты ма негізі, қалай? Иә. Бұрын шыққан ба сонда? Иә. Не істеп жүрген баш? Содан кейін 2-ні көрем ба? 2-ші сезон? Кетші бір. Айтпақшы, негізі шынымды айтайын, маған кей-поп өзі ұнап жүр жанр. Мен өзім кіргім келеді негізі ше. Сол альфа топқа мен кірсем, мен аласыңдар ма? Талантым бар. Не істей аласың? Мен ба? Ән айтам, би билеймін. Да. Иә. Мынаны істей аламын. Жақсы. Ойланып көруге болады екен. Маған да лақап табайық, мысалы. Мысалы, Кози деген сияқты. Маған да бір лақап көмектеші. Талғат, е? Талғат. Андай күшті бір аттар бар ғой. Дени деген сияқты. Дени ма? Иә. Эйси деген секілді бір күшті аттар. Эйси деген, мысалы, Кози, Абу, Ай, Диен және Эйси. Иә? Негізі, екі буын болған дұрыс қозым. Екі буын. Айтқанға, Эйси деген сияқты. Эйси деген. Анда бет екінші жаққа қарай бересің де кішкене. Эйси. Болады екен, талантым бар, иә. көрейік. Маған беретші. Билей аламын, бірден қағып аламын. Прям жатта боласың. Иә, міне, бір любой би қағып аламын. Хорошо. Бүйтесің. Осыны істеші. Мынау кішкене ыңғайсыз сияқты. Мынау ма? Деген? Мынау торчать етіп тұр шамалы. Басқаша қылу керек. Мынандай ұсынысым бар, қара. Артқа тұра тұр. Мысалы, байқа баладан, байқа. Көрдің ба міне? Қа дегенде, бай. Роп, рас міне. Байқа, мал. Рас, көрдің ба? Оп. Соңғысын көрмей қалдым, күшік бейт қаппын. Міне, бәлен қайталай беру керек па? Хорошо. Балаларға көрсетсем ғой. Если что, не... Смело ала беріңдер. Тегін ба? Тегін. Басқасын шығарып алсам. Рахмет. Да, конечно. Бізді ойлап. Тиктокқа тренд болып кететін звук бар менде. Мына оқысаң, тренд болып кетеді. Мына камераға қарайсың да, оқисың. Не өлі? Кринж ғыны? Тренд болады. Бәрі ертең осыны айнаның алдында түсіріп кетеді қыздар. Білесің ғой? Кринж ғой? Мен отвечаю. Да? Оқи берейін. Мынаған қарап, е? Мынаған қарап оқисың. Қошақаным, әлемдегі ең сұлу қызды көргің келсе, айнаға қара.
Так қойдым. Болмайды екен, ә? Болмайтын сияқты. Если что. Камераға қарап. RP-лар, сәлем деп, RP-ларға сәлем жолдасам. LP. LP. Love and Peace деген қысқартып LP ғой. Ол не? LP деген. Біздің фандомның аты. Жоқ, сен өзіңді тығып қойым. Менікі RP. Да? LP білмеймін, сен де. Менікі RP-ға сәлем. LP, сәлем. Ұқсайды екен, LP-ға? Менікіне по-любому сол LP болып шығады да қайтып айтсам да. Менен алған шықты случайно. RP-дан алған шықты көшіріп. Қатты ұқсайды тұр просто. Бүгін көріп отырмын мен, сен қайдан білейін, қандай екен. Қандай знагы қандай? Знак қолыңмен көрсететін бізде мысалы мындай бар да, Love and Peace деп бүйтіп көрсетеміз. Сендер LP. Менде де бар, мысалы. Қандай ма? Қандай есім бе? Ол оны тек RP-лар ғана түсінеді. Не үшін LP сонда? Love and Peace. Love and Peace. Love and Peace. Love and Peace. Махаббат және бейбітшілік қой. Махаббат және бейбітшілік деп қазақша мысалы қоя салсам болмайтын бе еді? МБ бола ма? Қазақылық. Басқа елде де бар да бізде көретін мысалы. Патриот болған дұрыс секілді. Бар ғой ол да. 2024-те 2 ноябрьде пост салыпсың. Жаңалық көп деп. Сол құпия болмаса не жаңалық? 24. 2024. Бір жыл бұрын. Бір жыл бұрын. Жаңалық көп деп салыпсың да, интрига болып, қызық болып кетті маған. Не жаңалық екен? Өтіп кетті ғой, бір жыл өтіп кетті ғой, қайдан білем. Жарайды. Айтпасаң айтпақ қой. Өзім білді. Жалғасбайық. Альфа немесе мұздай, манго, маракуйя, лимонад қайсын таңдайсың? Альфа? Жоқ, мұзбен. Альфа. Альфа немесе авиасейлс KZ? Альфа? Альфа. Альфа немесе анау очки шықты ғой, немен, камерамен түсіретін. Новый. Сондай десе. Балаларды сатпаймын. Альфа. Сатпайсың ба? Альфа немесе мамаң? Кім? Мама да енді. Білдің ғой сатып кететін. Комментарийге сатқын деп жазып кетіңдер. Бапты. Авиасейлс KZ. Тілеужан, екеуміз бөлініп кетейік та. Бөлек кей-поп группа ашайық. Кей-поп? 4 адамға, ақшаны 4 адамға бөлесіңдер. Зачем? Біз екеуміз, екеу ара. Менде бәрі не? Прозрачный. 80% менде қалады, 20 сен аласың. Маған не пайда? Мен жақын тартып айтып жатырмын да енді, ұсыныс қой. Өзің жаңа тас кескенің жігіт екесің. Нағашым екесің, танысып жатырмыз. Маған андай келіп кетер пайда жоқ негізі. 100% алып жүре бермей ме өзім группашы болып, жалғыз өзім. Просто жақын тартып, сен айтып жатырмын ғой. Естейсің, Тілеужан. 3-ке дейін жауабын беру керек ар жаққа. Біреулер күтіп отыр ма? Күтіп отыр. Келіспейсің ба? Жоқ, айттым ғой және, балаларды сатпаймын. Ой, жарайды онда. Ондай осы мамаммен ашу ойым ба? Мамамен дейсің ба? Өстің ба деген әнді тыңдадым.
альфа тобының. Маған ұнамады, шынымды айтайын. Андай бір түсініксіз болды. Сөздері түсініксіз. Бірдеңе деп байқа баладам. Сөйтіп сөзін тыңдағым келді да, сөзін ашып оқыдым. Сөзі тым жақсы сөз. Сен оқитын жерің өте тамаша сөз. Мысалы қара. Мен ойладым, ерекшемін деп елден, ол ойларды ғаламтор маған берілген. Бала кезде мамам айтты маған елден қалма деп, есейдім, ал енді балалыққа барым келді. Барғым келді, я сол шақтарға, қарап үйдегі шаң басқан майда қуыршақтарға. Шексіз қиялдар мен шексіз армандарға, бір күн бала болсам, енді менде арман бар ма? Керемет. Сөздері тамаша. Ол не қылып деп болмайды еді алдыңғы. өйстіп қара сөз, қара өлең қылып оқу керек қой оны. Сахнаға шығып. 3-ке дейін уақыт бар дедің, иә, былай семен. Иә. Әлі көп па негізі? Сұрақтары көп па? Жұмыстар бар еді. Маған 15 минут кіресің де тез деген сияқты еді. И вообще, сен болады деп айтқан жоқ қой бір адам маған. 15 минуттан жұмыс істейсің бе? Неге жұмыс істейсің? Как кішкентай болып бір жұмыс істейді. Қызы бар. Болды мен. Не бәлен ол? Петличкаларын жауыстырып қойған мынау. Кім? Білің. Эрсиколаны көзеймен жарайды. Эрсикола.